Сәлем қыздар, спицамен тоқуды үйренем деушілерге қош келдіңіздер. Бізге бүгінгі сабақты жалғастыру үшін тоқыма жіп және спица керек. Енді қазір жібімізді сол қолымыздың бас бармағымен сұқ саусағымыздың үстінен орап аламыз. Шылдыр шүмекпен кішкене бөбек саусақтармен төменгі жіптерді қысып ұстап аламыз. Енді бас бармақпен сұқ саусақ үстіндегі жіпті мынау спицаға орап аламыз. Бас бармақтағы жіптің төменгі жағынан спицамен көтереміз де сұқ саусақтағы жіпті спицамен тартып бас бармақтың ішкі жағынан шығарып аламыз. Енді тағы жаңағыдай әдіспен бас бармақтағы жіпті орап алып, сұқ саусақтағы жіпті бас бармақтың ішкі жағынан шығарып аламыз. Бас бармақты босатамыз да, қайтадан осылай істейміз. Жаймен ақырындап тоқып көрсетейін. Бас бармақтағы жіпті орап аласыз да, сұқ саусақтағы жіпті бас бармақтың ішіндегі ортасынан шығарып аламыз. Қатты қиындығы жоқ, кішкене түсініп алсаңыздар оңай болып кетеді. Көпте операция жоқ. Бас бармақтағы жіпті орап алдық, сұқ саусақтағы жіпті бас бармақтың ішінен тартып шығарамыз да, бас бармақтағы жіпті босатамыз. Спицадан осындай бағандар пайда бола бастайды, тізбектер пайда болады. Жайлап, асықпай қарап алыңыз. Жайлап жібереміз. Бас бармақты төмен қарай тартамыз жіпті. Қазір тез-тез істеп кететін кезде өзі оңай болып кетеді. Қыздар алғаш тоқып үйреніп жатқан кезде бір қиын сияқты көрінеді. Бірақ қайта-қайта қайталап көріп ынта болса, бәрінде жеңіп кетуге болады. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ал қыздар, назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.